Баку-Грозный бағытымен ұшып келе жатқан Әзербайжан әуе жолдарының ұшағы Ақтау маңында апатқа ұшырады. 38 жолаушы мен экипаж мүшелері қаза тапты. 29 адам аман қалды. Негізінен құйрық бөлімінде болғандар ғана. Ұшақ бортында 67 адам болған, оның 37-сі Әзербайжан азаматы, 23-і қайтыс болды. Ресейліктерден 16, 7-еу қайтыс болды. 3 қырғызстандық болды, 3-еуі де аман қалды. 6 қазақстандық адам, 6-ы да қайтыс болды. Анасы мен баласы Гаухар Шаймерденова мен Жұмағат Әлдар Грознойдағы достарына жаңа жылды бірге қарсы алуға ұшып келді. Гаухар нотариус болып жұмыс істеген. Салима Жұтаева 29 жаста. Қарағанды қаласының тұрғыны, ол тіс дәрігері болып жұмыс істеді. Саяхаттағанды жақсы көрді және әлеуметтік желілерде блог жүргізді. Сәндібек Төлесінов 36 жаста. Жаңаөзен қаласының тұрғыны, мұнай компаниясында инженер болып жұмыс істеген. Артында әйелі мен 2 баласы қалды. Бауыржан Жұмағұлов 39 жаста, ол да Жаңаөзендік Өзен-Мұнайгаз сервис компаниясының қызметкері. Артында әйелі мен 6 баласы қалды. Галина Мақсудова 46 жаста. Ақтаудан бизнес-вумен, киім дүкені болды. Кейбір аман қалғандардың айтуынша ұшақ Грознойға 3 рет қонуға әрекеттенген. Соңғы әрекеті жарылыс дыбысымен үзілген. Жолаушылардың бірінің айтуынша құтқару кеудешесінде снарядтардан тесіктер пайда болған. Ұшақ құлағаннан кейін желіде оның құйрық бөлігінің сыртында бірнеше тесігі бар суреттері жариялана бастады. Сонымен қатар ұшу кезінде түсірілген ұшақтың қанатындағы тесікті көрсететін видео да жарияланды. Ресей билігінен әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйесі сол кезде жұмыс істеді ме жоқ па деген тақырыпта қатысты ресми түсініктемелер болған жоқ. Ақтаудағы ұшақ апатының себебі жер әуе зымыраны болуы мүмкін, деп хабарлады Евроньюс арнасының журналистері. Авторлар Әзербайжан үкіметіндегі дерек көзге сілтеме жасайды. Болжам бойынша олар алдын ала тергеу деректерін ұсынды. Оған сәйкес Ресей аумағынан Embraer 190 ұшағына әскери снаряд атылды. Ал бұдан кейін ұшақтың Ресей әуежайларына қонуына рұқсат етілмеді. Евроньюс хабарында былай делінген. Үкіметтік дерек көздерінің хабарлауынша, зымыран Грозный үстінде ұшақсыз ұшу кезінде 84-32 рейсіне ұшырылған, ал снарядтар жолаушылар мен экипаж мүшелеріне тиіп, рейс кезінде ұшақтың жанында жарылған. Үкіметтегі дерек көздер Евроньюс арнасынан бөлінген ұшақтың Ресей әуежайларына қонуына рұқсат етілмегенін хабарлайды. Ұшақтардың апатты жағдайда қону туралы өтінішіне қарамастан, оларға Каспий теңізі арқылы Қазақстанның Ақтау қаласына қарай ұшуға бұйрық берілді. Алынған мәліметтерге сәйкес, ұшақтың GPS навигациялық жүйелері теңіз үстінде ұшу кезінде кептеліп қалған. Блогер Азамат Сәрсенбаев Ақтаудағы ұшақ апатынан кейінгі жағдайды дронмен видеоға түсірген үшін 10 тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Мұны оның адвокаты Айбек Сүйіндіков мәлімдеді. Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық сотының үкімімен Сәрсенбаев қызметкерлерінің заңды талабына бағынбағаны үшін кінәлі деп танылды. Оған әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 667 бабы биліктің өкілінің заңды талабына бағынбау бойынша айып тағылды. Сот істің мән-жайын ескеріп, ең төменгі жазаны берді. Сот үкімі әлі заңды күшіне енген жоқ. Азамат Сәрсенбаевтың адвокаты оның әрекеті арам пиғылды емес, қоғамды ақпараттандыруға бағытталғанын баса айтып, шешімге шағымданбақ. Әзербайжан парламентінің депутаты Расим Мусабеков Ресей тарапы Әзербайжанның азаматтық ұшағына әуе шабуылына қарсы шабуыл жасағаны үшін кешірім сұрау керек деген талап қойды. Ұшаққа Ресей аумағында Грозный аспанында соққы жасалды. Мұны жоққа шығару мүмкін емес. Мұны істегендер қылмыстық жауапкершілікке тартылып өтемақы төлеу керек, деді депутат. Расим Мусабеков, егер Ресей болған жағдай үшін кешірім сұрамаса, Баку мен Мәскеу арасындағы қарым-қатынас басқаша жалғасатынын ескертті. Сондай-ақ депутат Ресейде әлдекімдер оқиғаға қатыстылардың ізін жасыруға тырысып жатқанын айтып қалды. Расим Мусабеков Әзербайжан мәжілісінің депутаты болып 4 рет сайланған. Ол халықаралық қатынастар және парламентаралық байланыстар комитетінің мүшесі.